Сәлем достар, менің есімім Әселхан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай Ализа Фуфи жібінен кішкентай балаларға арналған жилетка тоқып үйренетін боламыз. Видеоны қарамас бұрын менің парақшама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Достар, мен 6-8 айлық балаға арналған жилетка тоқимын. Ол үшін бізге 30 петля қажет болады. Осындай петлядан 30 петля санап аламыз. Мінекей достар, мен 30 петля санап алдым. Енді біз бірінші қатар тоқып бастаймыз. Біз енді оңнан солға қарай тоқитын боламыз. Осы тұрған әрбір петлядан үстіңгі жіптегі петляларымызды өткізіп шығамыз. Достар, мен бірінші қатар тоқып шықтым. Қазір мен екінші қатарды бастап жатырмын. Екінші қатар бізде солдан оңға қарай тоқылып шығады. Дәл осылай. Дәл осылай етіп өзіміз барлығы 10 қатар тоқып шығатын боламыз. Достар, мен барлығы 10 қатар тоқып шықтым. Енді біз жилеткамыздың екі алдыңғы бөліктерін тоқитын боламыз. Ол үшін екі жақтан да екі шеттен біз 6 петля санап аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Неге 6 санадым. Енді дәл осы жанынан екі петляны өзіне тоқып аламыз. Бұл бізде жилеткамыздың қолтық тұсы болады. Дәл осылай етіп, екінші бөлігінен санап аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Екі петляны осылай тоқып аламыз. Бізде сонда ортада 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 петля бұл біздің жилеткамыздың артқы тұсына кетеді. Енді біз жилеткамыздың алдыңғы иығын тоқып бастаймыз. Дәл осы 6 петляға біз дәл осылай етіп, алдыңғы тоққан секілді етіп, екі қатар тоқимыз. Бірінші қатар тоқыдым. Екінші қатар тоқимын. Екі қатар тоқылды. Енді үшінші қатар. Үшінші қатарда біз бірінші және екінші петляны бірге қосып, осыдан үстінен бір петля өткіземіз, яғни екеуін бірге қосып тоқимыз. Қалған 4 петляны өзіне тоқып шығамыз. Соңғы 4-ші қатарды тоқимыз. Бірінші петля өзіне тоқылады. Екінші петляда
3 пен 4-ші петляны бір-біріне қосамыз. Біріктіріп тоқимыз. Соңғы петляны тоқимыз өзіне. Енді қатарымызды аяқтаймыз. Үстіңгі 4 петля қалды бізде. Мына жақта жіп тұрған жер емес, жық жоқ жерден бір-біріне қосамыз. Мінекей қостым. Енді 2 петляны қалдырып кесіп аламыз. Мына петляларды қайшымен кесіп ашып тастаймыз. Мінекей осындай көлемде қалу керек. Мына петляны ашып тастаймыз қайшымен. Былай шығарған кезде осылай қалу керек бізде. Дәл алдыңғы иық секілді екінші иығының да алдын тоқып аламыз. Бізде 6 петлямызға 2 қатар тоқып шығамыз. Үшінші қатар тоқимын. Үшінші қатарда бірінші және екінші петляны бір-біріне қосып біріктіріп тоқимыз. Қалған 4 петляны өзіне тоқып шығамыз. Соңғы қатар тоқимыз. Алдыңғы 2 петляны өзіне тоқып, 3 пен 4-ші петляны біріктіреміз. Соңғы петляны тоқимыз. Бір-біріне тоқып, қатарымызды аяқтаймыз. Қайшымен қырқып алып, алдың қатар секілді қып, бұл жерден де қалдырамыз. Мінекей біз 2 алдыңғы иығын бітірдік. Енді біз артқы қатар тоқитын боламыз. Жилеткамыздың артқы бөлігі де дәл алдыңғы қатарлар секілді тоқылады. Бізде мына жерде 14 петля қалды. Біз осы 14 петлядан тоқып, барлығы 4 қатар тоқып шығатын боламыз. Мен барлығы 4 қатар тоқып шықтым. Енді біз қатарларымызды қосатын боламыз.
Достар, соңында да осылай бір петляны қалдырып, қайшымен қырқып осылай қалдыратын боламыз. Енді достар, жилеткамыздың екі иығын қосамыз. Ол үшін бізде қалған жіпті артқы бөлікті тоқылған жерлерге қолмен кіргізіп қосып шығамыз. Мен бір иығын қосып шықтым. Енді қалған жіпті артқы бөлігінен шығарып аламыз. Шығарып алып, осы жерден артқы жерден бірінші жерден өткізіп, қалған бөлігін қырқып, инемен тігіп алатын боламыз. Егер біз инемен тікпей дәл осылай қалдыратын болсақ, мына жіптер шығып кетуі мүмкін. Екінші иығында дәл осы иық секілді қосып шығатын боламыз. Достар, екі жіпті дәл алдыңғы қатарлар секілді астыңғы бөлігіне жасырып, ине жіппен тігіп, қалған бөліктерін қырқып алатын боламыз. Дәл сол секілді мынандай жіптер бар. Бұны да артқы бөлікке жасырып, ине жіппен тігеміз. Және жилеткамыздың астында да дәл осындай қалған жіптерді ине жіппен тігіп алатын боламыз. Достар, біздің жилеткамыз дайын болды. Енді бізде соңғы түйме тігу қалды. Түймені өздеріңіз білесіздер, тіксеңіздер де, тікпесеңіздер де болады. Мен осылай етіп 4 түйме қадайтын боламын. Түймелерімізді осы жерге ине жіппен тігіп шығатын боламыз. Міне достар, менің жилеткам аяқталды. Өте әдемі болып шықты. Сіздер де осылай етіп кез келген размерде тоқи аласыздар. Ең бастысы тоқылу үлгісін үйреніп алдыңыздар деп ойлаймын. Сол бойынша ұзындығынан да енінен де қысқартып отырып тоқи беретін боласыздар. Неке дәл осы тоқылыспен мысалы мен кішкентай размерін тоқып шықтым. Бұл бізде жаңа туылған балаларға 3 айлыққа дейін киетін кезге, ал мына бізде 6-8 айлыққа.
Достар, менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген жаңа мастер-класстар салып отыратын боламын.